Dostlar, бұл екінші серия. Достар. Мен бағада түсіріп атқан. Құлап кеткен. Екінші серия түсіріп атсам, өшіп кетті, шығып кетті. Осы баштағы отырып, сөйтіп шығып кетті. Достар, түсіре беріп шашып кеттім. Осы қазір 8 минут түсіре болды. Достар, всем пока деп айтам сосын. Сіздерге болып түсіріп жатырмын. Обед алып кеттім. Кәдімгі. Ой, өзі түсіп қалған. Достар, сәлем. Ұлданның арнасына қош келдіңдер. Сабақ істемеймін, күн түсіп кете берді ғой. Достар, мен өте ужасымен түсіре беріп жалығып кеттім. Достар, сіздер түсінбейсіздер, қалай қиын болады видео түсіргенде. Аяқта әпшім құйып бәрлігін істеп жүреді. Аяқта сабақ істеп жатыр, ал мен аяқта кітап оқиын деп жатыр. Достар, мен сіздерге оқып берейінші. Мен достар, менің осы беттемін. Бұл 71-ші бет. Осы неге келдім, мен 3-ші сыныппын. Сәл ғана қалды 4-ші сыныпқа. Достар, кәдімгідей тамағым ауырып отыр. Неге екенін білесіздер ма? Бағана мен сіздерге негізі өзіміз азанда түсіріп жүргенбіз. Сөйтіп бар емес па, достар? Мороженое жегенімізді түсіргенбіз. Сөйтіп құртып алдық та қайтадан түсірдік. Сөйтіп бар емес па, әпшем келді. Түсірейік та, мен де түсірейінші деп, қайтадан басташы деп. Қайтадан бастасам, менен шығып бітті. Қайтадан бастадым. Өйткені ол кірмеді да ютубқа. Сол үшін мен қайтадан бастадым. Оны негізі 7 минут сондай түсіру керек екен. Енді мен күндегі 10 минут, или 11 минут, или 7 минут сондай түсірем. Сол үшін осыны оқып берем. Уже 2 минут өтті. Мен 5 минут түсірем. Ойбай, 5 минут емес, 6 минут түсірем болды. Шайқас кезінде жауынгерлер беретін ең күшті жебеші нәрсе не бауңке деп сұрадым. Батырдың командирдің шеке басының да қайраты дейді бауки. Осыған байыл. Достар, мұнан бәрін оқып бере салайыншы. Осының бәрін оқып берсем, уже өтірді. Осы байланысты өзі майдан жолымызда бір әңгіме айтты. Берші бауке, немесе мақтануда керек пе, жоқ болғаны оқиға. Достар, мен мынаға келдім. Қазір осыны оқып бере салайын. Мына осы жерге келдім. Оны оқып берейін. Қозғалғы кеткен орманны жеткінші еш жағына оралып қараған жоқ екен. Көзімді тек алдым болды. Соның жігіттердің көзі менен айырмай аяқ. Сұрмаяқтарды бар екен. Азықтарды батыл деген жерді қазір уақытымды өткізіп қоям. Паника қазақшалы айтқанда үйрек. Мен оқыдым барлығын, енді сенен сәл уақыт өткізем. Кеттік далаға шығып ойнайық. Қорғасқа жүргім келмейді. Достар, мен 4 минут болды. Бана сіре 5 минут қалды. Достар, шығайын. Далаға шығым келмейді, қайтын керем. Далаға шықсам, ана жақта тәтем отыр. Тәтем жоқ болса отырып ойнайтын. Просто машинада да өткізгенім. Ұшып кетпесін кез тағы. Достар, мен сіздерге секретный место көрсетейін машинаның. Негізінде қызыл машинаның аты. Мүшебеш бір секреті бар.
секретін енді папамда барлығы біледі, бірақ оны кішкентай қыздар білмейді. Міне осы мүшеден былай қарасаңыздар, осы жерінде былай мынандай кнопка тұрады. Мынандай кнопка барлығында тұратын шығар, или осы машинада ғана осылай істесеңіздер, міне үйтіп тұр ғой, үйтіп істейсіздер. Түсіндіңіздер ма? Ол екі жақта да бар. Мына жақта и мына жақта. Кімдікі, менікіндей мүше. Достар, давайте көрсетейін. Көрсеткім келіп тұрған бар. Вот. Осылай ашылатын машина бар. Өмірде, достар. Мынаны да үйтіп істесеңіздер, тоже ашылады. Ойбай. Вот. Именно осындай ой енді. Қазір күте тұрыңыздар. Достар, вот осындай ой. Короче, қазір қарсай. Достар, мен таныстырғаным өпшімді баны. Міне, осы жерде мынандай қылып істеп алғанбыз. Қазір уютно жатуға болатын нәрсе. Осындай. Аңғайда жатсаң болады. Достар, мен біреу келіп қаса ұрсады дейді да, сол үшін тез есігімді құлтадым. Мықты құлтауым керек. Өйткені қазір біреу келіп қаса ұрсады. Сол үшін тезірек мынаны қоюым керек. Ойбай, достар, шығатын жерде жоқ қой. Сәл ысындап, әпшем олды. Айтып беру мүмкін бәлгіне. Сол үшін тезірек мынаны жабыңыздар, достар. Папаларымыздың машинасына отырып көрсеңіздер. Только мен іште ғана отырам. Все. Вот, мына жерде биік емес, биік. Ой. Вот. Осындай не бар. Просто қазір әпшем көріп қойса. Күшті. Айналып кетемін бірақ сәл солай істейсің де. Ойбай. Кәдімгідей басың айналып кеткен. Қарасаңыздар. Ой. Достар, мен сіздерге қазір көрсетем. Қалай болатыны. 7 минут болды. 2 минут қалды, достар, түсіру. Мен жарты сағат деп тұрамын. Құлап кете бересіңдер.